Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі. Әлеуметтік мәдени қызметі және халықтық көркемөнер шығармашылығы мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Кожанова Жазира Ирсаинна. Пән негізгі аспап. Сабақтың тақырыбы домбыра аспабын алғашқы үйрену сабағы. Сабақтың мақсаты оқушыға домбыра аспабын үйренудегі бастапқы қадамды түсіндіре отырып, орындаушының отырысын, екі қолдың қойылымын, дұрыс қалыптасуын және музыкалық сауаттық маңыздылығын түсіндіре білу. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр Мырзалиев айтқандай, домбыра қазақ халық арасына өте кең тараған аспап. Көрінер көзге қарапайым орындауға оңай көрінгенімен, домбыраның ашылар сыры жетерлік. Ғасырлар бойы жазылған тарихы, көтерген жүгі, атқарған қызметі, қалыптасқан әрқилы мектептері, орындаушылық үрдісі және оның әртүрлі әдістері бар. Отырыста үлкен мән бар. Отырыс, домбыраны дұрыс қалпында ұстау, оң аяқты сол аяққа қою, сол қолының шынтағының қалпы, оң қолдың білегі, иықтардың бос және де түзу ұстауы, арқаның тік болуы, барлығы домбырашының ең алғашқы фундаменті болып табылады. Отырысқа арнайы жаттығу бар. Үлкен айнаның алдына орындықты қойып, осы отырыспен кем дегенде шамамен 10-15 минут, ал ең көп уақыт 30-40 минуттай отырып жаттыққан абзал. Назар аударыңыз, қыз бала мен ер баланың оң аяқ пен сол аяққа қою әдісінің ерекшеліктері бар. Ал енді домбыраның құрылысымен танысайық. Домбыра жалпы басы, құлағы, мойны, мойындағы пернелері, қазіргі тілмен айтқанда ноталары. Бізде 19 нота, перне. Сосын бізде бет қақпағы, шанағы, арқасы, қорғаны, тиегі, дыбыс шығатын қуысы, түймесі, және де сол түймеге бекітілген екі шегі. Домбыраны ұстау, оң және сол қолдардың қойылымы. Қойылым дегеніміз музыка аспабын тарту кезіндегі орындаушының бүкіл денесінің қолдары мен саусақтарының дұрыс қалыптасып, орналасуы және оның аспапты ұстау тәсілі. Әрине, бірінші айта кететін жайт, ол бізде жалпы домбыраны ұстаған кезде домбыраның қалыбы жалпы осы қалыпта болу керек. Бізде иықтан жоғары болмау керек. Домбыраның басы иықтан жоғары болмау керек. Иықпен бірдей болу керек. Және де оң иығымызда жоғары болмау керек, төмен болмау керек. Тік күйінде отырамыз, 90 градус. Аяғымызда сол қалыпта 90 градуста тұрады. Оң аяғымыз сол аяқтың үстінде тұрады, 90 градус. Ендігі кезекте бізде оң қол мен сол қолдың қойылымдары. Бізде оң қол, бізде білезік буын, шынтақ және иық болып үшке бөлінеді. Жалпы оң қол қойылымда домбыраны былай ұстаймыз, кеудемізге қоямыз, бүйтіп. Енді оң қол. Оң қолда ең бастысы мына білезік буынды сәл бүгулі күйінде ұстаймыз. Былай емес, былай. Сондағы қазір ойнаған кезде бізде шынтағымыз бірге қозғалмау керек.
Тек білезік буын ғана қозғалады. Сондағы қойылымда саусақтар тізбектей орналасады. Мынандай қалыпта кішкене сәл бүгілі. Бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші, төртінші саусақ. Бізде мына жерде енді сұқ саусақ, ортаңғы саусақ, аты жоқ саусақ, шынашақ, бас бармақ деп бөлінеді. Өздеріңіз білетіндей. Енді бас бармақты сұқ саусаққа тақаймыз. Сұқ саусақпен төмен қағыс орындаймыз қазір. Сондағы орындаған сәтте біздің оң қолымыз тура домбыраның бүйірінде тура осы бүйіріне жақын орналастырамыз. Төмен қағыс. Қаққан кезде біз дем аламыз, яғни кішкене сермейміз төмен қарай. Сұқ саусақпен бас бармақ осындай қалыпта тұрады. Сондағы оң қолымыз шашырамайды, бұлай болмайды, бұлай болмайды, бұлай болмайды, бұлай да болмайды. Тек бір қалыпта. Осы күйінде тұру тиіс. Ендігі кезекте біз жоғары қағамыз. Жоғары қаққан кезде бізде бас бармақ өз функциясын атқарады. Сондағы біздің бас бармағымыз сұқ саусақтың алдына шығып, сондағы жоғары қағысымыз домбыраның бүйірі жағына тура осы қалыпта тұру керек. Бұлай емес, бұлай да шашырамау керек, тек бір қалыпта. Қараңыз. Сұқ саусақты төмен пайдаланамыз, жоғары бас бармақ. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Өздеріңіз байқап отқандай, тек білезік буын өз функциясын атқаруда. Шынтағымыз мынандай күйде болмау керек. Яғни, тек білезік буын ғана өз функциясын атқарады. Үй тапсырмасы: домбыраның құрылысын жаттау. Айнаның алдында аспаппен дұрыс отыруға үйрену. Оң және сол қолдарымен жұмыс жасау.